Махаббат 9 бөлім. Кездесіп болған соң жатақханаға келе жаттым. Алдымнан әлгі қыз шықты. Мені қайдан тауып ала беретінін қайдам, әйтеуір көзіме күйік болды. Қанаттың қасында неге жүрсің? Деп тоқ ете қалды. Ол менің жігітім деп бұрылдым да кетіп қалдым. Қанат екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көріп, болашағымыз жайлы жоспар құрып жүргендіктен ол қыз туралы мүлдем ойламадым. Бір күні Қанаттың телефонына хабарлама келді. Әдетте мұндайды кинолардан көруші едім, ал енді өмірімде. Қанат екеуі суретке түсіпті, оны маған жіберген. Екеуі түнгі клубта жүр, екеуі үйлесілі мас. Қанат арақты аузыма алған емеспін деген. Мен бұл жайттан барлығын түсіндім. Енді қорқытудан пайда жоқ. Аянаға жағдайды ескерттім. Бүгін жатақханада болмаймын деп кеттім. Қанатқа қайта хабарластым, бірақ ол көтермеді. Қайдан іздерімді де білмедім. Ақырында телефонға жауап берді. Бірақ телефонды алған әлгі қыз. Бізді көргің келсе мына мекенжайға кел деді. Баруға батылым бармады. Жатақханаға қайтып кеттім. Сол күннен соң Қанаттан мүлдем хабар жоқ. 5 күндей уақыт өтті. Қатты мазасыздандым. Не де болса аман болсыншы деп тілеп жүрдім. Бір күні өзі хабарласты. Әлгі қыз, есімі Фаруза. Екеуінің арасында болған жағдайды айтып берді. Ол маған сусыныма дәрі қосыпты. Содан есімді білмеймін. Өзімен оянған соң бәрін мойындады. Сен әдейі келтірмекші болыпты. Жан-жақтың бәріне шам жағып, типа романтикалық кеш болды деп ойласын депті. Ал сен келмегенсің, ойы жүзеге аспаған. Ол да сені күтіп ұйықтап қалған. Таңертең мен оянып жан жағыма қарап таң қалдым. Арамызда ештеңе болмаған, мен оны білемін. Ал ол мені көрмесін деп тез арада бәрін жинап жатыр екен. Мен барлығын көрдім. Мұны не үшін жасадың деп ақырын ойындағысын біліп алдым, деді Қайрат. Бірақ ол менен оңайшылық пен айырылатын түрі жоқ. Ата-анаммен танысамын деп қайтпай отыр. Екеуіңді де ата-анаммен таныстыруға апарамын. Олар қайсыңды қабылдайды, сол қызды үйге орамал жауып кіргіземін, деді. Шынымды айтайыншы, таң қалдым.